Осымен Мұхаңменен 80 жылдардың соңына таман кездестім мен. Жоқтым, 80 жылдардың. Ол кезде мен газетте қызмет істеймін, облыстық газетте. Ол кісі ректор, бұлай еститін едім, сондай адам келіп отыр екен облысқа, ректорлыққа. Өзі ұлтжанды адам екен деген әңгімелер шығып еді. Содан мен кездескім келіп жүретін еді. 88 жыл ма екен, 87 жыл ма екен, сол шамада енді. Сол уақытта мына қайта құру дейтін болды, естулерің бар шығар. Мына Совет Одағының республикаларына, жұртына бір мүмкіндіктер берді. Өзін тануға, елін тануға әрбір. Оған дейін бір идеологияда, бір бағытта, бір мәселеде біріктіруге барлығы. Одан кейін сол Горбачевтың қайта құруына байланысты мүмкіндіктер берді. Сосы Мұқан бізге сол уақытта тап болды. Бұл кісі негізі жетісу жақтан өзі, негізі жетісу жақтан Алматыда қызмет жасаған, министерствода жасаған, жоғарғы оқу орнында қызмет жасаған. Оған дейін Ақтөбенің жұрты мына мен орыс жамандағым емес шырақтарым, бірақ орыс қолдау болды. Қазақ қолдау емес, орыс қолдау болды. Себебі сол шамада осы Ақтөбедегі қазақтардың саны 30% еді. Қалғаны басқа ұлттар баратын. Содан сол мынау ұлттық сана, ұлттық дәстүр, осы жақтары кемшіндеу болды. Сол уақытта, осы шөлдеп тұрған уақытта Мұқан келіп, үлкен ағартушылық қызметпен айналысты. Ағартушы деген сөз әртүрлі мағына беруге болады. Ол жаңағы Ыбырай Алтынсарин еске түседі. Келіп балалар оқулықта оқуға шақыратын, ғылымға шақыратын, білімге шақыратын. Бұл кісі енді ол шақырды ғой, шақыруын. Бірақ бұл кісіде ағартушылықпен бірге бір жайсаң болмыс бар еді. Қазір сол болмысқа мына біздің жұртымыз шөлдеп жүр қазір. Ондай азаматтар азайып кетті. Жоқ деп айтуға болады. Жоқ деп айтайын десем қимайсың. 18 миллион жұрт бар, соның ішінде солай деп айтуға болады. Бірақ көзіміз көріп жүр. Мұқан осында келіп, қазақтарды, әсіресе азаматтарын, ұл-қыздарын бір-біріне жақындастырып кетті. Қазір өздеріңіз көріп жүрсіздер, жақындасу дейтін қиын осы күні. Ағайынның өзінің арасында алшақтық көп қазір. Ал Мұқан дейтін, сол келгеннен кейін жақындастырған соншалық, мына адамдар өздерінің бір мәселелерін шешу үшін, жеке мәселесінде, қоғамдық мәселені өзімен байланысты шешу үшін алдымен Мұқанға баратын еді. Акиматқа бармайды. Сонда мен айтып едім, баяғыда ертеректе сендер білесіңдер ғой. Барлық жол Римге апарады деген тәмсіл болды ертеде. Себебі Рим үлкен империя болды, алғашқы империя, және өте мықты империя болды. Мәдениеті мықты дамыған, экономикасы дамыған, өнері дамыған деген. Сонда дүниежүзі сол Римге қарай ынтыққан. Соны көруге, соны көшіруге деген сияқты. Сонда сол кезде барлық жол Римге апарады деген әңгіме шыққан. Сонда мен айтып едім, барлық жол университетке апарады Мұқан кіргенде. Солай болды ол. Шопан да осында келеді, басқарушы да осында келеді. Бәрі ақылдасып ақыл сұрайды. Себебі оның көпшілігі мынау жоғалып баратқан елдік сананы, елдік дәстүрді бір сағынудан соны қалпына келтіруге байланысты бір жұмыстар жүрген ақылсыз көпшілігі. Сөйткен Мұқанға сол келесіде Мұқан сол 90-шы жылдардың маңайында Абай туралы бір ілім айтуды, Абай туралы халыққа жеткізуді соны қолға алып, мына телевизиядан
бір сериялар жүргізіп абай оқулары деген. Соған университеттің филология факультетінің оқытушылары қатысты. Жас еді ол кезде, ғалымдар қазір де бар енді. Ұмытып қалып отырмын. Соны соларға мен жетекші қылып, мен журналистпін, филолог емеспін. Бірақ филология мен журналистиканың ағайындығы бар ғой, енді тіл, көркем әдебиет, соның маңында жолығатын болғасын. Сол мұқаң мені таңдап алып, сол жаңағы университеттің мұғалімдеріне мен жетекші жасадым, оқытушыларына. Сонымен сол Абай туралы көп әңгімелер айттық. Себебі Абайдың қыры көп адам ғой енді. Оны тек ақын деп айтпайсың, сонымен бірге Абай қайраткер, Абай пәлсапа, Абай философ емес, пәлсапа деген бар, білесіздер ме? Ол философтың басқаша түрі, исламға жақын, сосын біздің ұлттық ұғымға жақын ойшылдықты пәлсапа дейді. Соның адамы Абай. Сосын енді аудармашы, ғылыммен байланысты, біліммен байланысты, салт санамен байланысты деген сияқты сол нәрселерді өте көп білетін еді. Бірақ жаңағы айтайын деп отырғаным, бұл мұқаң тек ағартушы емес, оқыңдар, біліңдер, адам болыңдар, жақсы болыңдар деген әңгімемен емес. Өзі жүріс-тұрысыменен, тұлғасыменен, болмысыменен соны үйреткен адам. Мұқаңның сөздері, мұқаңның ойлары, мұқаңның істері дейтіндер барлығы сабақ еді. Тек қана университеттің оқытушылары мен студенттері ғана емес, елге сабақ еді. Сондықтан Алматыдағы бүкіл зиялы қауым деп айтуға болады. Соның ең көрнектілері тек Ақтөбе келетін болды. Ал осы күні ондайды көрдіңдер ме? Жоқ қазір осы күні. Сол қиын уақытта, сол уақытта қиын уақыт болды. 87-88 жыл дейтіндер әлі қайта құру болғанменен көп нәрсеге рұқсат етілмеген. Әзірбайжан Мәмбет дейтін режиссер болды атақты. Тахауи Ахтанов дейтін жазушы, Қалтай Мұхамеджан дейтін жазушы, білесіңдер ме? Философтар білесіңдер ғой. Сондайлар мұна келіп, мұғалжарға келіп, звондаған ғой Ақтөбеге, облыстық партия комитетіне. Ал енді біз келе жатырмыз дегенде, бұлар қабылдай бермейміз деген. Сондай адамдарды қабылдамаған сонда Ақтөбе. Ақтөбенің әкімшілігін айтамын сол уақыттағы. Сондай жағдайда мына мұқаң бәрін басқаша құрып, әлгі адамдардың бәрін келтіретін болды. Осында келмеген адам жоқ. Атақты күйшілер, Ақселеу Сейдімбеков, жаңағы қазақ тілі институтының ғалымдары, Хайдари, Рабиға Сыздықова, көп адамдар, көп адам. Біз көрмегенді көрдік. Содан мына бұл уақытта ол мұқаң келмей тұрғанда бұл университет ешкімнің атында емес еді, әлде Байғанның атында болдым екен, ұмытып қалып отырмын. Осы Құдайберген Жұбановтың атына алып берген мұқаң. Содан Құдайберген Жұбановтың бүкіл әулетінің адамдары келді осында. Олар көбі академиктер көпшілігі. Болат Жұбанов дейтін, Есет Жұбанов, Есет осында Құдайбергеннің баласы оны шақырып алып осында сабақ бергізді. Онда сендер жоқсыңдар, білмейсіңдер, баласыңдар ғой. Сол айтайын деп отқан қарақтарым ол мұқаң дейтін, ол бір өз алдына кітап, өз алдына сабақ, өз алдына бір қабілет айтып отыратындай, елге айтатындай. Қазіргі қазаққа қиынды уақыт келді, тек қана қазақ емес, бүкіл дүниежүзіне қиын уақыт келді қазір. Мына пандемия дейтін бәлекет бүкіл нашарлықтың бәрін сыртқа шығарды қазір. Ненің не екенін бәрін қазір сыртқа шығарды барлығы. Өзі осыған келатыр шында, экономика. Алдымен экономика, сосын бар саясат деген әңгіме шықты, білесіздер ғой. Сол экономикаға бұрылды да саясат қалып қойды. Саясат болғанда адамға керегі ең алдымен адамгершілік, моральдық саясат айналады. Адамгершілік жоқ жерде, мораль жоқ жерде еш нәрсе оңбайды. Оңдыруға болады. Ғылымды мысалға осыдан 4,5 миллиард жыл бұрын
үлкен жарылыс болып жел пайда болып оны есептеп шығаруға болады. Көрдің бе? Қандай ақыл керек оған. Не болмаса басқа планеталардағы тіршілік бар ма? Ана басқа планета болғанда басқа галактикада мыңдаған жарық жылдармен есептеп жүретін қашықтықта соны қазір шығарып жатыр адамдар, ғалымдар дейсің ба. Бірақ адамның жетпейтін жері мына сана. Осы нәрсе қазір жоғалып бара жатыр. Біздің Мұхаңның берейін дегені, үлгі қылайын дегені осы сана мәселесі. Адамгершілік, мораль, кісілік, ал енді жалпы алғанда иман. Ол кісі діншіл болған жоқ, бірақ иманды адам болды. Өте иманды адам болды. Сіздердің ректорларыңыз Бауыржан Амангелділер өте жақсы жасап жүр, өзі абайтанушы адам екен. Өте жақсы жасап жүр. Осы Мұхаңға байланысты кабинеттер ашылды, ол бұрыннан ашылып еді, бұрынғы ректорлардың түсініп. Енді қазір осы Амангелді Бауыржанұлы өзі үлкен қызметтер жасап жатыр. Бірақ білмеймін, енді мына мұғалімдердің, оқытушылардың, мұғалімдер емес қой, оқытушылардың қаншалықты көмек беріп жатқанын білмеймін Амангелдіге. Ол көмек беру керек. Жаңағыдай жалғыз адамға көнбейтін нәрсе ол. Амангелді де сол абайтанудың адамы. Осы жақсы материалдар шықты. Кімнің? Бауыржан Амангелді. Мүмкін болуға тиіс. Қолдан келеді. Сендерде музей де бар, мен ұмытпасам. Жыл сайын осындай туған күнде Мұхтар Арынның оқулар дейтін бір сабақ өткізсе жақсы болар еді. Жыл сайын. Осындай туған күнінде ештеңесі кетпейді, көп болса 1 сағаттық болар. Осындай адамдар жинап алып, білетін адамдарды, мүмкін көрген адамдарды қазір көп қалған жоқ Мұхаңда. Көп қалған жоқ, көрген адамдарды. Ол кісі жақсы әке болды. Өте жақсы әке болды. Анау екі баласына үлкен білім берді. Біреуі Павлодардың әкімі дейтін бар, министрлер жұмысшысы Ерлан деген, Нұрлан дейтін медицина ғылымының докторы. Енді апай былтыр өмірден өтіп кетті. Ғажайып адам еді. Әйел мен ер адамның жақсы болып табысу дейтін өте сирек нәрсе емес. Бір-бірінен я кем, я жоғары сөйтіп тұрады. Мына кісілер екеуі сондай тандем, тең адамдар еді. Кісілігі, сондай уақыттар болды ғой енді. Сосын оның еңбектері өте көп айналайын. Оны 5 минут деп отырсыңдар, 5 минутқа ол сиятын әңгіме емес. Осында көптеген мынау бұрын өтіп кеткен билердің, батырлардың атын шығарған сол кісі. Есет Батыр дейтін Тама Есет әкелген соң дейтін Маңғыстаудан Ұлытасына келіп, басқасына берген. Мына неде Шалқарда күйші болды. Қазанғап, марқұм өткен ғой. Сол Қазанғаптың қабіріне белгі қою үшін сол тасты өзі ағылып жүріп, кабинетінде ұстап сөйтіп жатқан, өзі ұстап жатқан. Басқа да толып жатқан, мына Фердер Әубәкір көп нәрсе істеді. Бірінші айтқанда, мына сөніп баратқан ақтөбеліктердің, ақтөбелік қазақтардың санасын оятып кетті, мықтап оятып кетті. Ал қазір сағынамыз соны енді. Сондай азаматтарды сағынамыз. Сосын ойлаймыз, сендер енді солай істейтін шығар енді. Осылар келді ғой өмірге деп. Біздер енді істейтін істерді өтіп баратқан адамдармыз біздер. Бірақ жаңағыдай сағынамыз енді. Сондай азаматтар болса, енді қазір көрінбейсіңдер бар, елде аласапыран нәрселер өте көп. 7-8 партия бар. Тағы партиялар құрылайын деп жатыр. Әлгі абайдың айтатын еді ғой, бас-басына би болған өңшін қиқын кетірді ғой елдің сиқын дейтін. Сондай қиқындар көбейіп кетті қазір енді.
Бірақ Мұқан сияқтылар көрінбейді енді, жоқтың қасында. Ол Мұқан сияқтыларды, мұндай адамдарды, бұлар енді туа бітті қасиет енді, шындығы керек. Туа бітті. Оларды қаулыменен, президенттің жарлығыменен, не болмаса оқытып үйретіп, зейір адамдар жасауға болмайды ешқандай. Зейір адамдарды танитын ел болу керек, үкімет болу керек алдымен. Зейір адамды танитын үкімет болу керек. Мұқан енді өзін танытты, бірінші айтқанда. Мұқан өзін танытқанда, Мұқандікі бір жанкешті қызмет етеді. Жанкешті. Сол жанкешті қызметтен жүрегі көтерілімі 29 жасында абайға мерейтойына кетіп бара жатқанда, сонда қайтыс болды 29 жасында.